Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біздің бүгінгі тақырыбымыз Қазақстандағы теңіздер. Оқу мақсаты мәтіннен негізгі және қосымша детальды ақпаратты анықтау, түсіну, сөйлемдегі есімдіктің қызметін түсіну, есімдікті сын есімнің орнына қолдану. Каспий теңізі Еуропа мен Азия аралығында орналасқан жер шарындағы ең үлкен тұйық көл. Үлкендігіне қарап оны теңіз деп атайды. Оның Гиркан, Хазар, Хвалын деген тарихи атаулары бар. Каспий теңізі көне дәуірде жер қыртысының көтерілуінен Қара теңізден бөлінген. Теңіздің жалпы ауданы 376 мың шаршы километр. Солтүстіктен оңтүстікке қарай 1200 километрге созылып жатыр. Оның суы 5 мемлекеттің жағалауын шаяды. Олар Қазақстан, Ресей, Әзербайжан, Түркменстан, Иран Ислам Республикасы. Каспий теңізіне 130-ға жуық өзендер мен ағынды сулар құяды. Оның 80% Еділ өзенінің, 5% Жайықтың үлесіне тиеді. Ақтау қаласында теңіз суын тұщыландыратын қуатты қондырғы орнатылған. Каспий теңізіндегі Ақтау және құрық порттары арқылы басқа елдермен сауда қарым-қатынасы жүзеге асады. Теңіз жағалауында Атырау, Форт-Шевченко, Ақтау қалалары орналасқан. Оқушылар, келесі тапсырманы орындаңыздар. Тыңдалым мәтіні негізінде кестені толтырыңыздар. Теңіздің атауы, орналасқан жері, ауданы, ұзындығы, жағалауындағы елдер, құятын өзендер, теңіз жағасындағы қалалар. Оқушылар, келесі мағлұматқа ден қойып тыңдаңыздар. Есімдіктің септелуін үйренетін боламыз. Өздеріңіз білетіндей қазақ тілінде 7 түрлі септік бар. Атау септігінде мен, сен, ол, ешкім, бәрі. Ілік септігінде менің, сенің, оның, ешкімнің, бәрінің. Бар септігінде маған, саған, оған, ешкімге, бәріне. Табыс септігінде мені, сені, оны, ешкімді, бәрін. Жатыс септігінде менде, сенде, онда, ешкімде, бәрінде. Шығыс септігінде менен, сенен, одан, ешкімнен, бәрінен. Көмектес септігінде менімен, сенімен, онымен, ешкіммен, бәрімен. Яғни есімдіктер осылай септеледі екен оқушылар. Есімдіктің жіктелуі оңаша тәуелдену. Менің, оның, бұның, сенің, оның, бұның, сіздің, оныңыз, бұныңыз, оның, онысы, бұнысы. Ортақ тәуелдену. Біздің, онымыз, бұнымыз, сендердің, оларың, бұларың, сіздердің, оларыңыз, бұларыңыз, олардың, олары, бұнысы. Келесі тапсырманы орындаңыздар оқушылар. Тыңдалым мәтініндегі негізгі және қосымша ақпараттарды анықтаңыздар. Оқулықтың 112-ші бетіндегі бірінші тапсырмадағы мәтінді негізге алсаңыздар болады. Енді оқу тапсырмасына құлақ түріңіздер. Тыңдалым мәтінінен есімдіктерді тауып, түрленуін талдаңыздар. Екі есімдікті тәуелдеп, септеңіздер. Оқулық ішінде үлгіге берілген сөздерді қолдануға болмайды.